Бүгін сіздерменен мынандай тақырыпта болады. Қалай өмірді өзгертеміз? Көбіміз ойлаймыз, қазіргі басымыздағы беріліп жатқан сынақтардың барлығынан, қиындықтың барлығынан шығып кету мүмкін емес деп. Жақсы ақша тауып кету, иә. Қазір сіз қиналып жүрген болсаңыз, жағдайыңыз ақша таба алмай жүрген болсаңыз, дұрыс ақша табу қиын. Отношениеңіз дұрыс болмаса, отношенияны дұрыстау мүмкін емес. Ол үшін мен ажырасуым керек. Менің маңдайыма осындай күйеу жазылды. Менің маңдайыма осындай қиындық жазылды. Осындай тағдыр жазылды. Мен бұдан шығып кете алмаймын. Ол мүмкін емес деп ойласаңыз, сіз өте қателесесіз. Себебі сіздің өміріңізде қазір қандай қиындық болса да, ол сіздің басыңызда бір кездері пайда болған, сіз көрген, сіз басыңызға жазып алған программалар, өмірлік сценарийлер арқылы сізге келіп жатыр. Алла бізді сынайды деп жатамыз. Сынайды, қалай сынайды? Сіз бала кезімізге, барлығымыздың да, получается, бала кезімізге арнайы бір сынақтар беріледі. Біз сол сынақтардан, сабақтардан бала кезде өте алмағандықтан, бір сабақтан өте алмасаңыз, ол сіздің болашағыңызда, үлкен кезіңізде де қайта-қайта дәл сол сынақ беріле береді. Бала кезіңізде анаңыз сізді жақсы көрмеді, әкеңіз жақсы көрмеді, или әкеңіз бен анаңыздың отношениесін, бір-біріне деген отношениесін солай қабылдасаңыз, сіздің айналаңызда кімдер болды? Әйел мен күйеудің бір-біріне деген ара қатынасы қандай болды? Соның барлығы онша емес болған болса, үнемі ұрысатын болған болса, сізде сол бір травма деп айтамыз ғой, ішіңізде эмоциональный бір сондай боль қалдырған болса, оның барлығы сіздің өміріңізде қайталанып келеді. Сондықтан да мына өмірде өзгермейтін нәрсенің, болмайтын нәрсенің өзі жоқ. Барлығын өзгертуге болады. Егер жақсы табыс тапқыңыз келсе, сол нәрсеге жетуге болады. Отношениеңізді дұрыстағыңыз келсе, сүйікті жар, сүйікті ана болғыңыз келсе, табыс тауып, шетел аралағыңыз келсе, саяхат жасағыңыз келсе, оның барлығы да болатын нәрсе. Тек ол үшін не істеу керек? Өзіңізбен жұмыс жасау керек. Сізге біреудің жаман отношениесі де, ол сіздің басыңызда. Сіздің басыңыздағы сценарий, сіздің басыңыздағы программа. Мен үнемі маған келген клиенттерге айтатыным, күйеуім жаман, енем жаман деген кезде, олардың жаман екендігін білдірмейді. Тағы да айтам, егер сізге басқа біреулер, күйеуіңіз, енеңіз, коллегаңыз, бастығыңыз сізге жаман отношение жасап жатқан болса, ол оның жаман екенін білдірмейді. Ол деген сіздің басыңыздағы роль, сіздің басыңыздағы сценарий арқылы олар өз рөлдерін ойнап жатыр. Сіз қалағандықтан. Қазір бұны сіз түсінбеуіңіз мүмкін. Қайта-қайта қарасаңыз болады видеоны. Себебі бұны, дәл осы нәрсені мен өзім түсінуіме неше жылдар кетті. Өзім түсінуіме, өзім қабылдауыма, ол қалай деп мен сенбейтін. Менде сопротивление болатын. Мүмкін емес, менің маңдайыма сондай ауыр тағдыр жазылған, мен өмір бақи қиналып өту менің пешенеме жазылған деген сияқты көп жаңағындай өзімді шектейтін ойлар менде көп болды. Қашан сізде өзгеріс бола бастайды? Отношениеде, ақшада сіздің басыңыздағы ойларыңыз, сіздің басыңыздағы программалар өзгерген кезде, сіздің айналаңыздағы адамдар сізге жаман отношение жасаса, сіздің ол үшін ішіңізде бір выгода бар. Бала кезіңізден қандай программамен өстіңіз, қандай идеямен өмірге келдіңіз, қандай балалық шағыңыздан қандай идеяны алып шықтыңыз мына өмірге, сол идеямен өмір бақи өмір сүресіз, егер өзіңізбен жұмыс жасамасаңыз. Егер әрине өзіңізді өзгерткіңіз келсе, өміріңізді өзгерткіңіз келсе, онда мүмкін емес нәрсенің өзі жоқ. Бірінші бастайтын нәрсе ол өзіңіздің басыңыздағы ойлар. Бүгін өте сондай бір маңызды, керемет ақпараттармен бөлісемін, біліммен бөлісемін. Дәл осы білімді алып өз өміріңізге қолдансаңыз, сіздің өміріңізде айтарлықтай өзгерістер болады. Мен жаңағында 2011-2012-ден бастап, мен бала кезімнен тылсым дүниеге өте қызығатынмын. Алтын босаға, тылсым дүние деген газеттер болатын бала кезімізде. Солардың бәрін оқитынмын және шын сенетінмін. Сол нәрсенің басқа бір әлемде болып жатқанын, шынымен де ол солай нәрсе. Біздің басымыздағы ойларымыз, неге сенеміз, соның барлығы біздің өмірімізде қайталанып келетінінің дәлелі осы. Мен алтын босаға деген газетті оқитынмын. Кім біледі, кімнің есінде кім оқыған,
болсаңыздар, алтын босаға деген газетті оқитынмын. Ол жерде әр әйелдің әр түрлі проблемасы, әр әйелдің тағдыры жазылатын. Және мен подростковый возрастта соларды оқып, олар эмоционально маған сондай бір сезімдер қалдырып, сондай болады екен деген нәрсе, деген идеямен өсіп жетілдімді. Ер адамдар байып кетсе, ер адамның барлық измене жасайды. Ер адамдар байып кетсе, екінші әйел алам дейді, үшінші әйел алам дейді. Соның барлығын мен алтын босағаның ішінен, сол жердегі әйелдердің тағдырынан алып миыма жазып алдым. Сол қиындықтардың барлығынан, сол сабақтардың барлығы менің өміріме Алла арқылы берілген кезде мен содан шығатын жолды іздедім. Және сол жолды іздей келе барлығын мен түсіндім, что барлығы біздің басымызда екенін. Бізге бала кезімізден бір эмоциональный, жаңа айтып өткендей, эмоциональный бір боль қалдырған, эмоцияңызды қозғайтын, сізге бір терең бір травма қалдырған нәрсенің барлығын сіз проработка жасамасаңыз, ойыңызды сол нәрсеге өзгертпесеңіз, сол программаларды басыңыздан өшіріп алып тастамасаңыз, ол сіздің өміріңізде қайталанады деген сөз. Сондықтан қашан сіз өзіңізбен жұмыс істей бастайсыз, сол кезде сіздің айналаңыз, сіздің әлеміңіз өзгере бастайды. Бір адамдар неге оңай ақша табады? Неге оларға байлық оңай келінеді? Оңай келеді. Оның басында ограничение жоқ, оның басында өзіне деген шектеу жоқ. Ол ақша табу оңай деген сеніммен жүрді. Ал сіз егер ақша табу қиын, ақша қиын жолмен келеді, барлық нәрсе қымбаттап кеткен, оңай жолмен ақша табу үшін тек ұрлық жасау керек, қылмыс жасау керек деген сенім болатын болса, онда сізге ақша келуі өте қиын болады. Сондықтан бірінші очередте басыңыздағы программалар, ойларды өзгерту. Егер сізде ақшаға деген өте бір негативный ситуациялар өміріңізде болған болса, оқиғалар болған болса, әке-шешеңіз ақша табамын деп үнемі жұмыс істеген болса, соның өзінде ешқандай жетіспеушілік болған болса, сіздің өміріңізде, сіз бала кезіңізден, онда сізде нақты сенім бар, ақша табу мүмкін емес, ақша оңай табу мүмкін емес, ақша көп табу мүмкін емес, ақша ешқашан жетпейді деген сенім сіздің ішіңізге, сіздің басыңызға терең орналасқан. Қашан сізде осы сенімдердің барлығы терең орналасқан кезде сіздің өміріңізде ол қайталана береді. Себебі біздің психикамыз солай жұмыс істейді. Біздің психикамыз, біз неге сенетін болсақ, сол нәрсені өмірімізге алып келеді. Көбінде айтып жатамыз, қиындықтар болып жатыр, Алла мені сынап жатыр, Алла мені қинап жатыр, қашан Алланың сынағы бітеді екен деп. Алла бізге барлығын берген. Өзіңіздің өміріңіздегі қиыншылыққа Алланы кінәлаудың қажеті жоқ, Алладан көрудің қажеті жоқ. Алладан тек сұраңыз, осы сынақтан жеңіл өткізу жолын, ойымды өзгертуді, саған деген сенімді қалыптастыруды, күшейтуді, өзіме деген сенімді күшейтуге маған көмектес деп. Барлық нәрсе, барлық проблема сіздің өзіңізде, барлық проблеманың жауабы сіздің ішіңізде, түп сана деп жатамыз ғой, сіздің психикаңызда, подсознанияңызда. Сіз егер бір нәрсеге сенсеңіз, жаман болсын, жақсы болсын нәрсеге сенсеңіз, сіздің подсознанияңыз соны жасаудың барлық жолын сізге, сол нәрсе орындалудың барлық жолын сізге көрсетеді. Барлық қалайдай жолмен болсын сізге алып келеді. Егер сіздің басыңызда, сіз қашан басыңызға ақша табу өте оңай деген ойды, программаны кіргізген кезде, сізге подсознанияңыз ақша табу оңай жолдарын, сондай идеяларды беретін болады, сондай адамдарды көрсететін болады. Егер сіздің басыңызда, ішіңізде ақша табу өте қиын дейтін болсаңыз, онда сіздің өміріңізге үнемі ақшаны қиын жолмен тауып жүрген, или же ақшаны қылмыстық жолмен тауып жүрген адамдарды тартып келіп сіздің өміріңізге подтверждение қылып көрсететін болады. Егер отношенияны түзеу мүмкін емес, отношенияның барлығы бір махаббат, отбасындағы махаббат, сыйластықтың барлығы бір 10 жылдан кейін кетеді дейтін болсаңыз, онда сіздің өміріңізде дәл сол нәрсе болады. Себебі біздің басымыздағы установкалар, біздің басымыздағы сенімдер,
убеждение дейді ғой, сенімдердің барлығы, программалардың барлығы дәл осылай жұмыс жасайды. Біз өзімізге қиындықты өзіміз жасап аламыз, оған Алланың, Құдайды кінәлаудың, біреуді кінәлаудың ешқандай маңызы жоқ. Барлық өміріңізде қазір қандай проблема болып жатса да, оның шешімі сіздің ішіңізде. Сондықтан да үнемі өзіңізді дамытыңыз, өзіңіздің ойыңызды өзгертумен айналысыңыз, өзіңіздің балалық шағыңызды еске алыңыз. Қандай идеямен тудыңыз, қандай идеямен өстіңіз, не деп ойлайсыз отбасылық өмір туралы? Ерлердің барлығы измена жасайды деп ойлайсыз ба? Ақша табу қиын деп ойлайсыз ба? Баланың барлығы өсе келе тыңдамай кетеді деп ойлайсыз ба? Қандай негативный установкамен жүрсіз? Қандай негативті өзіңіздің өміріңізге кесірін тигізетін сенімменен өмір сүріп жатырсыз? Адамды өзгерту мүмкін емес, ол оның қанына сіңіп кеткен деген күйеуіңіз сізге жаман отношение жасап келген болса, сондай идеямен жүрсіз ба? Оның барлығын өзгерткен кезде сіздің әлеміңіз, сіздің өміріңіздегі өзгеріс сіздің айналаңыздан, сіздің қоршаған ортадан басталмайды. Сіздің әлеміңіздегі өзгеріс, сіздің өміріңіздегі өзгеріс сіздің ішіңізден басталады. Сіздің ішіңіздегі ойлар, сенімдер өзгерген кезде, программалар өзгерген кезде, сонда сіздің әлеміңіз де ақырындап өзгере бастайды. Ойды өзгерту өте қиындау нәрсе, бірақ жетсе болады. Себебі Джон Кехоның өзі именно программаларды алып тастау емес, программаларды өзгерту емес, именно ойды өзгертудің өзімен ақ ойды өзгертуді адамдарға насихаттап ақ, сондай тренингтер өткізіп ақ мыңдаған, миллиондаған адамдардың өмірін өзгертуіне алып келді. Сол Джон Кехоның бір кітабының өзі, подсознание может все деген кітабының өзі, оның өзі подсознание қалай жұмыс істейді, подсознаниенің қызметі қандай, қалай программаланады, соның барлығы сол кітаптың өзі сіздің өміріңізді біраз өзгертуге, өз өміріңізге жауапкершілік алуға, подсознаниеға сенуге, Аллаға сенуге, өміріңізді өзгеретініне сенуге біраз сенімдер қалыптастырады. Сондықтан подсознание может все деген Джон Кехоның кітабын оқуды мен сіздерге совет берем. Бірінші очередь, егер өміріңізде қазір қандай да бір қиындықтар болып жатқан болса, онда міндетті түрде сол кітапты оқысаңыз болады. Ол жерде барлығы түгел берілген, қалай жұмыс жасайды, қалай программаланады, мидағы, подсознаниядағы программалар өзгерген кезде өміріңіз қалай өзгере бастайды, қалай жетістікке тез жетуге болады, қалай үлкен ақшаны тез табуға болады, қалай өзіңізге керекті адамды, өзіңіздің родственный душа дейді ғой, сол адамды қалай табуға болады, қалай өміріңізді керемет өткізуге болады, соның барлығын сол кітаптан, сол кітап фундамент деп айта аламын, сол кітапты оқысаңыздар болады. Немесе Секрет деген фильм шықты ғой, мен алғаш көрген кезде мен оны бір фантастический, сондай керемет адамдардың ғажайып ойынан туған нәрсе деп ойладым, солай қабылдадым. Бірақ қайта көрген кезде өзімнің өмірімнен подтверждениелер тауа бастадым. Мен бала кезімде осылай ойлап едім, менің өмірімде қазір осындай бар, значит менің басымдағы программа орындалады екен деп. Себебі мен бала кезімде білмеймін, неосознанно Шымкенттің бір түкпірінде бір ауылда өмір сүріп, мен бала кезімнен 4-5 жасымнан мен сенетінмін, мен Алматыда тұрамын деп. Менің Алматыда үлкен үйім болады, екіэтажный үйім болады. Мен сол жерде жұмыс жасаймын, сол жерде тұрамын, мен алматылық боламын деп мен үнемі солай айтатынмын. Даже мен кішкентай інімді де соған программалағаным бар. Папамыздың тракторы болатын, сол тракторда ойнап жүріп, мен ініме айтатынмын, біз Алматыға бара жатырмыз, біз Алматыдан келе жатырмыз, вот айда кеттік Алматыға деген сияқты, кеттік Шымкентке, біз Алматыдан Шымкентке бара жатырмыз деп, балалық ойынменен, балалық жаңағыдай сезімменен, сенімменен өзімді де інімді де сол нәрсеге программаладым деп айтсам болады. Себебі қазір мен де інім де осы Алматыда тұрамыз, бүкіл семьямызбен Алматыда тұрамыз. Қараңыздар, сондағы менің бала кезімде неосознанно арманым, неосознанно қалауым, санасыз түрде арманым, қалауымның барлығы орындалып тұр. Даже мен қазіргі тұрып жатқан үйімді ең алғашқы көрген кезде мен в шоке болғам, потому что мен кішкентай кезімде сурет сабағынан сурет салатынбыз. Үй сал деген кезде дәл осындай мен қазір тұрып жатқан үйімді салып,
екіэтажный, есігі жанынан ашылатын дәл осындай үй салып, есігін алдын бақша қылып, және оны қорған жасап, соның барлығын жасайтынмын. Біз үй салған кезде күйеуім басқа жақта тұрып салды, бөлек тұрып салды. Мен баламенен, ата енеммен ауылдың, Алматының шетінде тұруға сондай жағдай болды. Сол жерде тұрдым. Үй біткен кезде келіп бірақ қарадым. Сол кезде мен өте таң қалдым, себебі я в шоке была. Мен даже дірілдеп кеттім. Мен даже дірілдедім. Сондай нәрседен как это деген миға сыйымсыз нәрселер болады ғой, как будто бір чудеса орындалғандай болды да. Қалай бұл, мынау мен кішкентай кезімде, бала кезімде салатын үйім еді ғой деген сияқты нәрсе болатын. Сондықтан сіздің де дәл қазір ойыңызға түсіп отырған шығар, бала кезіңізде армандаған, тұрғыңыз келген нәрсенің барлығы сіздің де қазір өміріңізде орындалып жатқанын мен сенемін, шексіз сенемін, 100% сенемін. Себебі мен бала кезімде үнемі айтатынмын. Даже подружкаларым айтатын, мен Алматыға тұрмысқа шығамын, мен қалада тұрамын, мен еще бір үйдің жалғыз ұлына шығамын деп. Оның барлығы орындалды. Тағы да бір айтатыным, менің мамамның әпкесі болған, ең үлкен әпкесі. Ода 2 ұл, 2 қыз болатын. Мен үнемі солай армандайтын. Менде де соны көрген кезде маған өте қызық болған. Қалай ол как будто заказ берген сияқты 2 қыз, 2 ұл. Я тоже так хочу деген ой болған. Бала кезімде, мектеп кезінде, 10-11 класс оқып жүрген кезде мен айтатын, менде 2 қыз, 2 ұл болады. Мен бір үйдің жалғыз ұлына тұрмысқа шығамын деген сияқты. Соның барлығы дәл қазір менің өмірімде бар. Менің Инстаграм парақшама өтіп қарасаңыздар болады. Менде 2 қыз бар, 2 ұл бар. Және мен бір үйдің жалғыз ұлына тұрмысқа шыққанмын, Алматыда тұрамын, Алматыда жұмыс істеймін. Менің бала кездегі неосознанно, санасыз түрде армандаған қалауларымның, ойларымның барлығы қазіргі күнде орындалып отыр. Және де дәл қазір сізде қандай проблема болса да, оның барлығы сіздің ішіңізде. Сізде дәл осы проблемалардың барлығын неосознанно, санасыз түрде кейбір кездері басыңызға кіргізіп алдыңыз. Сол нәрсенің қазір бір сөзбен айтқанда жемісін жеп жатырсыз. Жаман болса да, жақсы болса да, ол сіздің өміріңізде орындалды. Сіз ол проблемалардың барлығын жасаған сіз ғана, және ол проблемалардың барлығын шеше алатын тек сіз ғана. Сондықтан өзіңізді дамытуды тоқтатпаңыз. Өзіңізбен жұмыс істеуді тоқтатпаңыз. Мен жұмыс істеп келе жатқаныма 2013 жылдан бастап дамуды бастадым. 2016 жылдан бастап нақты программаларды өзгертетін білімдер алдым. Қазір менің бір сөзбен айтқанда копилкамда соншама инструменттер, техникалар, практикалар жатса да, мен кешегі күнге дейін оларды қолданбай келдім. Өзгерткім келмеді, өмірімді жауапкершілік алғым келмеді. Енді мен 2 күн алдын көштіп өтте бір керемет челлендж өткен болатынмын. Сол челленджден кейін өзімнің өміріме жауапкершілік алуға нақты шешім қабылдадым, және 2 күннен бері өзімен жұмыс істеп келе жатырмын. Менде уже өзгерістер бар, менде уже нәтижелер бар, менде уже балалық травмаларымды өзімдегі проработка жасап жатырмын. Және менде өте нақты сенім бар. Менде 1 жылдан кейін өмірім өте керемет өзгеретініне, және де сіздерге де дәл осындай сенім тілеймін, дәл осындай осознание тілеймін. Өмірлеріңізге жауапкершілікті алыңыздар. Мен бұған дейін қанша адамдарға көмектессем де, ақшадай жаңағындай нәтижеге шығарсам да, отношениесін дұрыстауға көмектессем де, менің басты мақсатым елге көмектесу болыпты. Менің басты мақсатым өзімнің өмірімді жаңағындай өзгерту мақсат болмай келгенін только кеше ғана осознавать еттім. Себебі маған елдің жаңағындай результатын көрген маңыздырақ болып келіпті. Енді дәл қазір мен өз өміріммен айналысқым келеді, өз өмірімді өзгертуді. Сонымен қатар, егер өмірлеріңізді өзгерткілеріңіз келсе, онда маған келсеңіздер болады. Мен қуана көмектесемін. Себебі менің
жаңағындай мақсатым, өмірге келгендегі мақсатым адамдарға көмектесу, предназначение деп жатады ғой. Маған берілген сондай бір талант, құдірет Алланың десем болады. Себебі мен адамдардың өмірінде өзгерістер болған кезде, адамдар мен арқылы өмірлерін өзгертіп жатқан кезде мен өте қуанышты боламын. Мен мақсатыма жеткендей боламын. Менің арманым орындалғандай болады. Сондықтан да мен соңғы 3 жылда елдің, басқалардың өмірін өзгертумен айналысып, даже мен өзімнің өміріммен айналыспай да кеткенімді осознавать етіп жатырмын. Кешеден бері мен өзімді қолға алып, бұйыртса өзіммен жұмыс істеп жатырмын. Нәтижесін көргіңіз келсе, Инстаграм парақшама тіркеліңіз міндетті түрде. Сол жерде нәтижелеріммен бөлісіп отырып жатамын. Ақшалай қалай нәтижеге жетіп жатырмын, отношениеде қандай нәтижеге жетіп жатырмын, өзімнің карьерный ростта қандай нәтижеге жетіп жатырмын, соның барлығын кіршіксіз, таза қалай бар солай бөлісетін боламын. Сондықтан тіркеліңіздер, мотивация беретін боламын сіздерге. Сол арқылы, соны көру арқылы сіздерде де сенім оянады деп. Менің басты мақсатым сіздерде өміріңізді қандай қазір қиындық болып жатса да, өміріңізді өзгертуге ешқашан үмітіңізді жаңағындай үзбеңіз деп айтқым келеді. Өміріңізді өзгерту ол тек өзіңіздің қолыңызда, сіздің басыңызда, сіздің ішіңізде, тағы айтам. Сондықтан мен жаңағындай кеңес берген «Подсознание может все» кітабын оқысаңыздар болады. Және «Секрет» фильмін міндетті түрде қарап шығыңыздар. Ол жерде өте керемет түсінік берілген. Ол простой фантастический фильм емес, ол жаңағындай ғылыми деректерге сүйеніп түсірілген кәдімгідей өте керемет фильм. Себебі оның ішіндегі Джон Кехо, жоқ, Джон Кохе емес, Джо Виталияның мен кітабын оқығанмын. Джо Виталия ол өмірде бар адам. Ол да адамның миындағы программаларды өзгерту арқылы қаншама мыңдаған адамдардың өмірінің өзгеруіне, бақытты өмір сүруіне, бай өмір сүруіне көмектескен адам. Оның кітабында оқысаңыздар болады. «Жизнь без ограничений» деген кітабы бар. Джо Виталияның. Джо Кехоның кітабын оқыңыздар. Сондықтан өмірлеріңізді өзгерткіңіз келсе, өзіңізді дамытуды тоқтатпаңыз. Өзіңіздің өміріңізді және балаңызға өте керемет өмірлік сценарий деп айтамыз ғой. Сіз қазір ата-анаңыздан қандай өмірлік сценарий алып келген болсаңыз, қандай программамен өскен болсаңыз, 18 жасқа дейін дәл осы қазір сіздің өміріңізде сол ата-анаңыздан алған программа жұмыс істеп жатқанына мен нақты сенімдімін. Себебі біздің психикамыз, біздің подсознаниямыз дәл солай жұмыс істейді. Сондықтан тек қана өзіңіздің ғана өміріңізді өзгертіп қана қоймай, егер балаңыздың да болашақта өмірі жарқын, бақытқа толы керемет болғанын қаласаңыз, онда өзіңізден бастаңыз. Себебі не только сіздің ғана емес, сіздің балашағыңыз, сіздің ұрпақтарыңыздың өмірі сіздің дәл қазіргі дамуыңызға байланысты, сіздің дәл қазіргі өзгеруіңізге байланысты, сіздің дәл қазіргі өмір сүру салтыңызға байланысты. Сондықтан да егер ұрпағым бақытты болсын десеңіз, өзім өмірге бір-ақ рет келдім, өмірде бақытты болып өткім келеді, бүкіл әлемді шарлағым келеді, сүйікті болғым келеді, сүйгім келеді, сүйікті ана, сүйікті жар, жаңағындай аяулы ана болғым келеді дейтін болсаңыз, онда міндетті түрде дәл қазір ертеңге қалдырмастан фильмді қараңыз, кітапты оқып бастаңыз, өзіңізбен өмірді, өзіңіздің ойыңызды, программаларыңызды өзгертуді бастаңыз. Сонда 3 ай, 6 ай, 1 жылдан кейін уже сіздің өміріңіз қалай өзгергенін өзіңізде жаңағыдай байқайтын боласыз. Себебі біздің өміріміз, біздің психикамыздың жұмыс істеуі, біздің түп санамыздың жұмыс істеуі, сіздің өміріңіздің қандай мағынада өтуі сіздің түп санаңызға, сіздің психикаңызға, сіздің басыңыздағы программаларға байланысты. Себебі біздің өміріміз біздің басымыздағы сенімдерменен, установкалармен жұмыс істейді. Как пазлы деп айтылады ғой. Сізде жаңағы толық установкалардың барлығы, сіздің өміріңіз қазір қандай болса, өте жаман болса, ақшаға тарығып өмір сүріп жатсаңыз, или отношениеңіз онша емес, дұрыс емес болатын болса, онда сіздің басыңызда негативный сенімдер, негативный установкалар, жақсы өмір сүруге жібермей тұрған программалар, түпсаналық выгодалар дейді ғой, вторичный выгодалар бар деп айталамын толық сеніммен. Сіз қалай сол нәрселерді өзгерткен кезде, ойыңызды өзгерткен кезде,
өзіңізді өзгерткен кезде, өзіңіздің қабылдауыңызды, балалық травмаларыңызды жауа бастаған кезде өзіңізге деген сеніміңіз артады, самооценкаңыз көтеріледі, состояниеңіз өзгереді. Состояние өзгерген кезде, өзіңізді жоғары сезінген кезде, самооценкаңыз артқан кезде сіздің өзіңізге қойған бағаңыз да көтеріледі. Сіздің өзіңізге қойған бағаңыз көтерілген кезде сіз жаңағындай одан да үлкен әрекеттерге қорықпастан табыс табуға, жақсы табыс табуға, жақсы отношениеге лайықтымын деп санайсыз өзіңізді. Сіз өзіңізді жақсы отношениеге лайықтымын деп санай бастаған кезде сіздің өміріңіз бір ғажайыптармен өзгеретін болады. Сондықтан дамуды тоқтатпаңыздар.